Баршаңызға сәлем, қымбатты достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай сиыр сүтінен ерекше дәмді, ауызда еритін ірімшікті дайындайтын боламыз. Видеода ірімшікті дайындаудың маңызды сәттерін айтып өтетін боламын. Сондықтан да видеоны өткізбей, дауысын қосып, соңына дейін қарап шығып, видеоға бағаларыңызды беріп кетіңіздер. Алдымен жаңа сауылған сиыр сүтін осылай мата сүзгіден өткізіп, қоқыстардан тазалап алдым. Және де бір күн бұрын сауылған, сүзіліп тоңазытқышта сақталып тұрған екінші сүтімді де қосып жібердім. Ірімшікке піскен сиыр сүті жарамайды, сондықтан да піспеген сүтті қолданамыз. Және піспеген сиыр сүті ашығыш болатын болғандықтан біз 3 күннен артық сақталған сүтті ірімшікке қолдана алмаймыз. Ірімшігімізді біз 15-20 литрлік нержавейка кастрюлінде, немесе алюминий кастрюлінде, немесе қалың қазанымызда қайната аламыз. Одан басқа бізде сырлы кастрюльдер бізге жарамайды. Енді біз қолдың майегін немесе осындай дүкендерде сатылатын жасанды ұйытқыны қолданамыз. Бұл барлық ауыл дүкендерінде дерлік табылады, немесе интернеттен қарап көріңіздер. Мен 1-2 сайттардан көрдім, доставкамен алдыруға болады екен. Осындай ұнтақ түрінде болады, қасықтың ұшымен алып, кішкене суға ертіп аламыз. Бағасы өте арзан тұрады, 250-300 теңге шамасында. Оның бір пачкасын 100 литр сүтке дейін пайдалануға болады. Сүтімізді араластыра отырып, жылығанға дейін, тек сәл жылы болғанға дейін жылытып алып, майегімізді салып араластырамыз. Қақпағын жауып, жылы жерде ұйығанға дейін ұстаймыз. Шамамен жарты сағаттан кейін осындай күйге енеді. Сүттеріңізді қатты ысытып алмаңыздар, тек қана кішкене жылы болғанға дейін ғана жылытып аласыздар. Осылай міне жарты сағаттан кейін өзінің қалпын ұстай алатындай ұйығаннан кейін көз мөлшермен 4 бөлікке бөліп, астын, жан жақтарын кастрюльден ажыратып, айналдырып, осылай жабысып қалмайтындай етіп қозғап аламыз. Сонан соң қантымызды осы бөлген бөліктердің үсті бойынша 4-ке бөліп салып шығамыз. Осылайша біздің қантымыз жаңағы ұйыған сүтімізді сары суынан көтеріп алып шығып, астына жабыспауына септігін тигізеді. Енді ірімшігімізді қатты отта 1 сағат ешқандай тиіспестен қайнатып аламыз. Сон 1 сағаттың ішінде осылай бірігіп 4 бөлігі айқындалады. Міне осылай бірігіп аудару мүмкіндігі туған соң ақырындап жайлап бүлдіріп алмай, бөліп алмай әрқайсысын аударып шығамыз. Тағы да 1 сағат қатты отта қайнатамыз. Ірімшігіміз жалпы біздің өте ұзақ қайнайды, 4-5 сағат қайнайды. Сондықтан да асықпай қайнатып алғандарыңыз дұрыс. Осы уақытқа дейін, яғни алғашқы 2 сағат біз қақпағымызды ашып қайнатамыз қатты отта. Сонда біздің сары суымыз буға айналып, ұшып азаяды. Неке шамамен 2 сағат өткен соң біздің суымыз мөлшері осылай 2 есеге дейін азайды, көріп тұрғандарыңыздай. Енді осыдан кейін біз отымыздың астын басын қырап, қақпағын сәл жауып қайнатамыз, бірақ толық жаппаймыз. Міне осы сәттен бастап біздің ірімшігіміз сарғая бастады, яғни қызара бастады. Біз қызыл болғанға дейін қайнатамыз. Міне осылайша біз арасында қызармай тұрған жағына қарай аударып, екі жағынан қызартып, қайнатып пісіріп аламыз. Шамамен 4 сағаттай қайнағаннан соң ірімшігіміз дайын болды. Енді оттың астын өшіріп, осындай жалпақ сүзгімен ақырындап сүзіп аламыз. Мінекей біздің ірімшігіміз осымен дайын болды. Осылай қызарып пісті. Өзінің дәмі өте нәзік, үлбіреп тұр. Сіздер бұл ірімшікті дүкеннің үстімен де жасасаңыздар болады, бірақ оған сақталу мерзімі аз және майлылығы жоғары сүтті қолданғаныңыз дұрыс. Енді осы ірімшіктерімізді барлық су ағып кету үшін қисайтып, бір жағына қарай жарты күн ұстадым. Осымен біздің ірімшігіміз толықтай дайын, жей беруге болады. Міне сіздерге кесіп көрсетейін. Сондай нәзік екені видеодан көрініп тұрған болар. Менде шамамен 10 литр сүттен 800 грамдай өнім шықты. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, менімен бірге дайындап, пікірмен бөлісіп жүруді ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.